2025 жылы берілетін бір реттік жәрдемақы. Көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы 4 балаға 59.183 теңге еді. 2025 жылдан бастап 63.029 теңге болмақ. 5 балаға 73.988 теңге еді, 78.797 теңге болмақ. 6 балаға 88.793 теңге еді, 94.564 теңге болмақ. 7 балаға 103.598 теңге еді, 110.331 теңге болмақ. Бір реттік баланың тууына байланысты берілетін жәрдемақы 1-ші, 2-ші, 3-ші балаға 140.297 теңге еді. Енді 149.416 теңге болмақ. 4 баладан жоғары қарай 232.596 теңге еді, 247.716 теңге болмақ. 1,5 жасқа дейінгі төленетін жұмыссыз әйелдерге жәрдемақы 1-ші балаға 21.265 теңге еді, 22.648 теңге. 2-ші балаға 25.143 теңге еді, 26.776 теңге берілмек. 3 балаға 28.982 теңге еді, 30.866 теңге берілмек. 4 балаға 32.858 теңге еді, 34.949 теңге беріледі. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.